Армысыз құрметті көрермен, бұл Қазақ Айран YouTube арнасының ашық сұхбат алаңы. Бүгінгі қонағымыз дәстүрлі әнші, талантты әнші, Қазақстанның халық әртісі Рамазан Стамғазы. Аға, қош келдіңіз. Сәлеметсіздер. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге рахмет. Бірден сұраққа көшейін. Сіз негізі қоғамдық саяси көзқарасыңызда ашық айтудан қорықпайсыз. Әлеуметтік желіңізде ашықтан ашық АЭС салуға қарсымын деген жазбаңыз да бар екен. Неге қарсы болдыңыз? Неден қауіптендіңіз? Енді ойлаңызшы, енді мен өнер адамын, болмаса маған айтуға болмайды или айтам деп мен ойламаймын. Мен осы Қазақстанның азаматы ретінде өзімнің бір ойымды айтуға қақым бар ғой. Біреудің қалтасына түсіп жатқам жоқ, біреудің ақшасын тартып алып жатқам жоқ, біреудің ала жібін аттап жатқам жоқ. Жалпы мысалы сіз сұрадыңыз, мен айтуға міндеттімін ойымды. Өйткені халық бәрін көріп отыр. АЭС-ке неге қарсы болдыңыз сонда? Бірдеңеден қорықтыңыз ба? АЭС деген енді мысалы басқа дамыған мемлекеттерде соны жаба алмай отыр қазір. Көп мемлекеттер. Жақсы жағы да бар ғой енді, мысалы уранды өндіру деген сияқты. Бірақ оның ар жағындағы қасіреті, ар жағындағы зиянды дүниелерін ол басқа дамыған елдердің өзі соны зиянды жағын, қасіретін тартып отырған елдердің көріп отырып, біздердікі Қазақстанның ортасында қазір сала қойғанына қарсымын деп айтқаным рас. Өйткені біздерде оны меңгеретін ондай мамандар әлі біздерде Қазақстан дамай қойған жоқ шығар деп ойлаймын. Өзіңіздің өнердегі әріптестеріңіздің көзқарасын ашық білдірмейтініне қалай қарайсыз? Әдетте саяси, қоғамдық резонанс туындаған кезде өнер адамдары үнсіз қалып жатады, кейбіреулер тіпті үкіметтің жағына шығып кетіп те жатады. Қалай ойлайсыз? Жалпы өнер адамы деген халықтың адамы емес пе? Халықтың сөзін сөйлемейді. Өнер адамы барлық жерге түсе бермейді ғой, оны айтатын жерінде айту керек та. Барлығы өнер адамы үшін мен жауап бере алмаймын. Адам өзі үшін жауап беру керек. Енді мен де осы саясаттың майданның қақ ортасында жүргем жоқ. Кейде ақылмен де тосуға тура келетін жағдайлар болып жатса, үндемей айтатын кезде бұны айтып қалам. Бірақ біз қоғамда қазір өзің үшін қорықпайсың ғой. Сен қазір бала-шағаң үшін, басқаң үшін қорқасың. Елдің тыныштығы бұзылып кете ме деп. Қаралым саны, рейтинг, хайп деген нәрсе өте маңызды алға шығып кетті де, соған қарап сахнаға да түрлі адамдар шыға беретін болды қазір. Блогерің бар, актерің бар, білімі бары бар, білімі жоғы бар, бәрі сахнаға шығып жатыр. Бәрі әнші болып жатыр. Сіз осыған өзіңіз аға буын ретінде қалай баға бересіз? Сахна бәріне ашық, бәріне ортақ нәрсе ма? Біз дегенде мемлекеттік идеологияның басқа жаққа бұрылып кеткені ғой. Мысалы, кейде біз өткен заманда айта береміз. Қазақ концерт деген бірлестікте мен жұмыс істеп жүрдім 17 жыл. Сонда мынандай болатын. Мысалы, шеттен келген басқа елдің өнерпаздарын алғашқы келген кезде бүткіл бағдарламаларын тыңдап шығады. Бағдарламасының ішінде біздің мемлекетке беретін қандай пайда бар, қандай идеологиялық әндер айтылады, кімдер шығады, кім келеді дегеннің бәрі сөзгеден өтеді. Сөйтіп келген қонақтарына әрбір күнді, әрбір секундын санап, өздерінің маршруттарын сызып береді. Жүретін жолын, қонатын ортасын, бәленбай күні шекарадан шығып кететініне дейін санап береді. Қазір осы сөзгінің бәрі жоқ қазір. Қазір коммерциялық жолмен кімді шақырам дейді, шақыра алады. Кімге өлең айтады дейді, ақшасын төлейді, арендасын өлең айта береді. Ал оны не айтып жатыр? Ол ана жерде киімдерін шешініп тастауы, балағаттау, сахналық мәдениеттің келіп атқанына сүзгі жасап тексеріп атқан адамды мен енді көбіне көрмей жүрмін қазір. Сіз өзіңіз осыны көрген кезде қандай сезімде боласыз? Мен жаздым да кезінде. Абайдың мысалы анау бой болған дейтін әнді бар, өзіміздің қарындастарымыз ыңырсып, мияулап сахнаға шыққан кезде жазғам талайтын дейсің. Бойы болған Монро мен білмеймін кім. Дюд деген жігіт айтты, ұнамады сізге. Жаздым мен өз пікірімді, ойымды айттым. Енді Абай ғой, ол Абай басқаны қойғанда Абайға сондай жаңа подход жасау, Абайдың сөзін қорлау, әуенін қорлау деген не ол? Аға, бұны былай десек болмай ма? Қазір екеуміз екі буын өкіліміз ғой. Жаңа сіз өзіңіз дәстүрлі әнді эстрадаға бейімдедіңіз. Абайдың қара сөзін жаңа модерн бағытқа бейімдеу деп қарауға келмей ма бұл? Жоқ, ол жерде мелодия бұзылып, болмаса бір сөзі бұзылып жатқан жоқ. Оның айту стильдерін айтып отыр. Орындау стильдер. Қайрат беретін, қуат беретін, күш беретін, ой толғайтын сөзді өйтіп айтуға болмайды ғой.
Білімі жоқ адамдардың сахнаға шығып кеткеніне сіз дегенмен де мемлекеттік идеология және сол басшылықтағы қадағалаудың жоқ екені себеп деп тұрсыз ғой, иә? Енді әркім әртүрлі, мысалы осы әңгімені қозғасаң ортада шығады Құрманғазының дипломы болып па еді, Ақан серінің дипломы болып па еді деп өздерің талант санайды. Бірақ қазіргі фонограммаға байланысты көп өзгерістер болма деп ойлаған. Ода шикілігі бар фонограмманың да қазір шыққан заңымыздағы. Қандай шикілік? Енді ол фонограмманы мен түсінемін. Мысалы үлкен стадиондарда фонограммамен айтсын, иә, жақсы. Телевидениеда мысалы сіздерде кейде тап-таза соншама ақша төгіліп программа жасағаннан кейін таза шықсын жарайды. Келісем, өйткені экран таза болу керек. Енді жеке концерттер, жеке орындаушылар, мысалы тек қана әншілер емес у жерде мысалы кейде анау қобызды беліне байлап өтірік майысып өтірік ойнап тұрған қарындастарым бар ғой. Мен қандай күйлерді жасатады да тұрады өтірік фонограммамен. Домбырамен жүргендер бар өтірік. Әншілеріміз шаш етекте мысалы. Солардың барлығына ортақ бір заң керек еді. Басқа жерде орындағанның бәрін тірде айту керек деп. Сонда біздің профессионалдық деңгейіміз өседі. Сонда ғана біз мысалы кішкене ортадан сорылып таза өнерпаз шығады. Қазір компьютермен мысалы бір әрбір кетіп болса да жасап береді. Керек десеңіз қазіргі мына шығып атқан жеймеді. Жасанды интеллектпен де жасап алып өлең айтып жүр. Мысалы оны талант деуге болмайды ғой. Керек десеңіз айтып тұрған әннің сөзін білмейді көбісі. Жоғары жақта үлкендерді былай қоя салайық, оларға айтуға правамыз жоқ қой. Аға, жаңа сіз атын атап түсін түстемесеңіз де, бірақ бірталай әншіні негізі айтып өттіңіз, иә? Қайсыны? Сіз нақты біреулерді меңзеп тұрсыз ба? Қобыз беліне қобыз байлаған қыздар, болмаса домбыра ұстап шыққан қыздар деп. Жоқ, мен олардың ансамбль квартеттерін білмеймін, мен көріп қалам. Экрандарда көремін, мысалы программаларын көремін, кейде осы енді белгілі ғой, енді ұят нәрсе ғой. Жақсы. Қобыз дегеннің өзінің үні бар. Оны кәдімгідей бір күй ойнаса да жаңағы ойнап тұрса, халықтың алдында халық жаңағындай соқыр емес қой, көріп тұр көзбенен көз. Ойнаған нәрсесін біледі, бағаланады ғой ол. Құр белде байлалы тұр, өтірік ырғағын сап, майысып тұр. Енді ел ойлауы мүмкін, енді қара халық ойпырмай ұрып жатыр екен. Бірақ енді білетін ал біз сияқтылар, болмаса осы музыканың ар жақ бер жағында қазір халық оянып алды ғой, бәрін біліп қояды. Ол мен фонограммадан тазамын деген әңгіме емес. Мен де ауырып қалатын күндерім бар. Пенде болғаннан кейін кейде сіздер мына неге келгенде айтады, аға фонограммамен айтыңыз дейді, съемкілер айтамын кейде. Көпшілігінде мен облыстарда, академиялық үлкен оркестрде, жеке концерттерім барлығында түрде айтамын ғой. Ал қазіргі әншілерден дауысы таза, білімі тамаша деп кімді атап өтер едіңіз? Кейінгі әншілерден ба? Мен енді кейінгі әншілерді мен танитындар жұбаныштар ғой. Жұбаныш ағадан бері қарай келсекші? Көбін танымаймын. Неге? Білмеймін, ести алмаймын көбісін. Сіз өзіңіз аға буын ретінде сондай бір жауапкершілікті арқалаймын деп ойламайсыз ба? Жастарды бақылап отыру керек. Жоқ, жастарға мысалы мен білемін, мысалы анау жігіттер шыққан кездерде әндерінің сөзі қате болған, түзеткен күндерім болды мысалы. Қапездің әндерінде орта меркі, шет меркі, меркі, қарқара, кегенменен жердің көркі деген сөздер бар. Қапез салдың сөзі. Соны кегенменен деген, дегенменен де ұрған кездері болды. Солардың бәрін бауырларым ғой. Отырып түзеткен күндерім болды мысалы. Соң кейбіреулер мысалы репертуар таңдап, маған келеді, аға мынау әніміз қалай көресіз бе деп. Жол сілтеген күндерім болды. Басқа репертуар берген күндерім болды. Ал енді тырақайлап елдің артынан қуалап, мен әншілердің үлкенімін, мынауың не деп жағасынан алып, артынан жүгіріп жүргенім жоқ қазір. Жақсы. Садрадин, Калифорния, тағы кім бар? Сол мен оларды зал жинап жүргенде жетпеді ме сізге? Садрадинді тыңдадым, менің немерем тыңдап жүр екен. Әндері тәп-тәуір басында, бірақ ортасында бір сөздерін дейма бір қай кезде ішіп алып бірдеңе, анам күтіп отыр дейма бірдеңе бір сөздерін сосын естідім ба. Оның кейінгі біраз жастар шығып жатыр ғой, бізде мына альтернативный музыка деген болады. Біздің музыкаға қарама-қарсы шығады. Оны біз кейде көңіл жұбатып, кейінгі заманның ағымы деп қоямыз да. Олардың ырғағы бөлек, айту манералары бөлек, өзінің публикасы бар.
Мен болдым ондай концерттерде. Менің мысалы балам оқып отыр, енді өйткені ортада өсті ғой ол. Бірақ менен басқа 3000 адам қосылып сол өлеңдерін айтып отыр. Мен таң қалдым. Қашан жаттатып қойған мына 3000 адамға деп. Кейіннен соны мен үйге келдім де интернеттен қарасам, бұлардың мына кейінгі үлгідегі жасап отқан жаңа бейнебаяндары, өздерінің ойлары, халықтың алдында жасаған шаруаларын көріп ойланып, значит, сол әлеуметтік желілерден халық бұларды көреді, тыңдайды. Сын көтермейтін көптеген сөздер бар енді. Оны адам мысалы дұрыс сөз айту керек қой, мысалы әңгімелескенде де ұғынатындай. Біз әбден мына Мұқағалидың болсын, басқаның сөздерін үйреніп қалған. Мұны жай ғана бір аузына келген айтып, ұйқасы жоқ, мағынасы жоқ сөздер. Бірақ сол сөздерді халық жаттап алғанда халық қол соғып отыр. Яғни өздерінің публикасы. Бірақ ол жаман ол деген әңгіме емес ол. Өзінің еңбектері, өзінің бағыты ол. Ол қанша өмір сүреді, Құдай біледі. Ондай бағыттар шығады, қалып қояды. Бағыттар шығады, қалып қояды. Өміршеңдігіне сенбейсіз, бірақ осындай әндер. Мен білмеймін, мүмкін қателесетін шығар. Өз ойымша болашағы жоқ сияқты. Аға, сіздің замандастарыңыз көбісі саясаттан төбе көрсетті, жақсы қызметтерге де барды. Нұрлан Өнербаев пен Бекболат Тілеухан мәжілісте де болды. Сіз депутат болғыңыз келмей ме? Не істеймін онда? Неге? Осы айтқан бағандан бері көтерген мәселе. Оны кім тыңдайды? Не Бекболат пен болмаса Өнербаевтың сөзін бір тыңдады ма парламентте? Болмаса Шерхан Мұртазаның тілін тыңдады ма біреу? Жыланда ғана екі тіл бар деп айғайлаған кісі сол емес пе? Алтының үстінде отырып жалаңқыда отырмыз дегенде Шерхан болған ағамыз. Оны кім тыңдады? Ал мен барғанда не өзгеруі мүмкін? Ол үшін мен қазақтың балаларын ән үйретейін, оған кеткен уақытқа. Білім берейін, кітап оқып тұрайын, адамдық жолға салайын. Өзім мамандығым ғой. Әпсім маған бәленбай қызмет маған айтқан рас. Онда мен мына домбыраны сүйіп кетуіме тура келеді ғой. Онда мына профессияны мен қоюыма тура келеді. Өйткені уақыт жетпейді ғой. Бірақ ұсынбады емес, ұсынды сізге ондай қызметтер. Бәрінен бас тарттым. Өйткені маған осы Құдайдың аманаттап маңлайыма жазған дүниесі, таңдап алған жолым осы. Әншілік, жаңағы мұғалім болып, педагог болып, мойнымдағы жүкті кейінгі балаларға үйретуім керек. Аманаттап кетуім керек. Бізге берген Қайрат ағамыз бір сахнада айтқаны бар еді. Біз 20 ғасырдың жігіттері 19 ғасырдың үлкен жүгін көтергенбіз. Енді осы алып келген дүниемізді 21 ғасырдың өнерпаздарына, жігіттерін аманаттаймыз деп. Сол аманат мойнымызда тұр ғой. Иә, үлкен жауапкершілік. Аға, бірталай әнді орындадыңыз, бірталай жетістікке де жеттіңіз, иә. Дегенмен де, мүмкін болса мына әнді орындағым келер еді дейтін бір ән бар ма? Көп қой, ән көп. Неге шықпай жатыр? Мысалы, ол бүткіл ән менің форматыма келе бермейді. Мен мысалы сахнаға шықпаған бәленбай ән орындаймын. Үйде отырып, ортада отырып. Мысалы, мына сіздің костюміңіз размер маған келе ме, келмей ме? Мен кісіге келмейді. Сол сияқты әр әннің өз характері бар, өзінің иесі бар айтады. Бірақ мұғалім болғаннан кейін біз оларды білеміз. Нотасымен де оқи береміз, сөзімен де үйретеміз. Өйткені алуан түрлі табиғаты бөлек балалар отырады. Біреуге мынандай салмақты, үлкен диапазонда ән беру керек, өйткені табиғат жетеді соған. Оның ішінде баритон дауысты әншілерге бөлек репертуар, тенорларға бөлек беру керек. Қыз баланың өзінің келетін, дауысына келетін, ырғағына келетін. Осындай әндерді, репертуарларды бөлу керек. Сол үшін біз мысалы көптеген әндерді ой қазанымызда жүреді. Бірақ ол ой қазанында жүрді, бәрін тырақайлап сахнада айту деген ондай мәселе жоқ. Сахнаға шыққаннан кейін өтімді, өткір, жаңағы айтып отырғандай халықтың жүрегінде қалатын белгілі іріктеліп ой сүзгісінен өткізу арқылы іріктеліп айтылатын әнімізді орындаймыз. Сіз бір сұхбатыңызда мемлекет қолдап жіберсе, талантты дәстүрлі әнші көп деген екенсіз. Әрине. Бүйтіп қарап тұрсақ, дәстүрлі әншілікті оқып, меңгеріп, кейіннен эстрадаға кетіп қалатын әншілер де көп екен, әсіресе жастар арасында. Бұл неге бұлай болды деп ойлайсыз? Жастарға қызық емес пе?
дәстүрлі ән саласы? Жоқ, қызық емес деп айта алмаймыз. Жалпы біздің осы Алматы менен Астананың өзінде, мысалы Алматымыздың өзінде Құрманғазы атындағы консерватория бар, оның кейін Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының жанынан 2 кафедра жұмыс істеп тұр. Сонымен бірге Астанамызда бұрынғы Шабыт, қазіргі Күләш Байсейітов атындағы университетте халық әні кафедралары бар. Жылына 60-қа жоқ, болмаса 50-ге жоқ жылында өзгеріп тұрады. Балалар, біздің оқушыларымыз сол үлкен мектептен өтіп жатыр. 4 жыл өтеді. Оның ар жағында көпшілік емес, енді саусақпен санарлық балаларымыз магистратура оқиды, докторантураға кетеді. Орындаушы балалар шаш етектен бар. Мәселе мынанда, оны оқуды бітіргеннен кейінгі өмірлер бұлардың. Бәрі білімді, дипломы бар, оқыған, сүзгіден өткен, сахна көрген, байқаулардан өтіп келген балалар, енді осыған мемлекет қазір не саясат дейміз ғой, осыларға жағдай жасап жатыр. Осын біткеннен кейінгі балалардың өміріне өкіметтің жасап отырған ешқандай бір бұрынғыдай жоспар жоқ. Мысалы, концерттік бірлестіктерге бұл балаларымыздың барлығы сыймайды. Барлығына орын тауып бере алмайды. Барлығына жұмыс тауып бере алмайды. Жұмыс болғанменен жатақханасы жоқ. Жұмыс болғанменен үй пәтер ала алмайды жерден. Сондықтан бізде сол бір 30 бала бітірсе, 30-дың бір 5-еуі ғана сол Алматы менен Астананың филармонияларында, концерттік бірлестігінде, болмаса Алматыдағы Алатау театрындағы жұмысқа орналасады. Қалғанның тағы біраз проценті пайызы ғылымға қарай, ары қарай жалғастырады оқуын. Ал қалған оқушыларымыз енді шамасы келген ауылға барады, болмаса жаңа музыкалық мектептерге барады, кейбіреуі бармайды. Соныменен енді бұларға да жан бағу керек, бұларға да өмір сүру керек. Бұлар көзі ашық, музыкалық образованиясы бар балалар енді не істейді? Дауысы болса, келбеті әдемі болса, сахналық жаңағы тартымдылығы бар болса, өлең айтуға барлық жағынан келіп тұрса, мысалы дәстүрлі әншілер тек қана домбырамен айтпайды ғой, бүткіл эстрадамен де айта береді, ансамбльмен де айтады, академиялық оркестрмен де айтады, хормен де айтып жүр балалар. Сондықтан ана кеудедегі Құдай берген талантты тек анау тәшкі айдап анау базарға кетіп қалған жоқ. Болмаса бір қара жұмысқа профессиясын ауыстырып кетіп жатқан жоқ. Балалар енді өзінің осы үлкен ошағы өнердің ар жағынан маңлайына жазған ләппақасын тауып өмір сүріп жатыр. Бірақ жаңа айтып жатсыз ғой, басты себеп жан бағу деп. Сонда дәстүрлі әнде табыс аз ба негізінде? Енді мен қалай айтсам екен, дәстүрлі орындаушылардың ортасы қазақтың тілін білетін, қазақтың өнерпаз азаматын бағалай білетін, және біздің өзі ұлттық дүниемізге алаңдап жүретін орталар ғана бұларды шақырады. Ал енді даңғаза мәдениетке, жаңағы арзанқол театрлардың өзінің көрермендері бөлек енді. Оған абай айтқандай әлгі моласындай бақсының жалғыз қалдым тапшыным дейді. Бұлар кәдімгі бөлек шоғырланып, біздің тыңдармандарымыздың өзі де бөлініп қалған қазіргі кезде. Жақсы. Сіз өзіңіз көптеген шәкірт тәрбиелеп жүрсіз. Талай дәстүрлі әншіні шығарып жатырсыз, Сонда бір сұхбатыңызда шәкірт тәрбиелеудегі басты қағидам өнерпаз ата-анасын ұятқа қалдырмау керек деген қағиданы ұстанамын депсіз. Сонда сіз үшін ұят дегеннің шеңбері қандай? Өнерпазыңыз қай кезде ұяттың шеңберінен аттаған болып есептеледі сіз үшін? Меніңше, мен балаларыма айтам, ең алғашқы мәселе тәртіп. Сонымен бірге адамгершілік болу керек. Осы тәртіп пен адамгершілік бар жерде шын өнерпаздың бағы жанады. Кейде бізде басынан асып төгіліп жатқан таланты бар, бірақ адамгершілік деген нәрсеге келген кезде ортаға сыймай қалады. Ортадан ығысып шығып қалады. Өйткені халық деген өзі бір таразының теңбасын ұстап отырған ел ғой. Соншама өнеріңді көріп отырып, кейде бір иттігіңді көрсе, кейде бір арамдығыңды көрсе, кейде бір қиянатыңды көрсе, сенен жерініп кетеді. Сондықтан оқушылар ең алдыменен адам болу керек, тәртіпке мойындау керек. Оның кейін барып өзінің мамандығын өте жақсы меңгеру керек, сүйіп, осының өмірде берілетін бір ғана өмірін арнағаннан кейін соңына дейін бару керек.
Жақсыға әдемі насихат сөз айттыңыз да, бірақ нақты фактпен сөйлейтін болсақ. Сіздің шәкіртіңіз нақты қандай қылық шығарса, сіз оны ұят деп есептейсіз, кешірмейсіз. Ұят деген нәрсе, егер оқушым үшін мен мысалы ұялып тұрсам, өзім оқытқан балам үшін өзім ұялып жүрсем, ол әрине ыңғайсыз ғой. Соншама жыл тер төгесің, соншама жыл еңбек төгесің, сонша жыл тәрбиелейсің, сонша жыл баптайсың, соншама байқаулардан өткізіп, сөзгіден өткізіп алып келіп, еткен еңбегің далаға кетіп жатса, сенің оқушың сол жасаған еткен еңбектеріңе сай тұра алмаса, айтқан сөзінен тайып тұрса, сол үшін сондай нәрсе мен үшін ұяттан шығу деген сөз. Сөзде тұрмаған адамды кешірмейсіз. Әрине, жоқ, кешіруге болады. Кейде менің балаларым болады. Мына өмірде кейбіреуінің мысалы жағдайы жоқ, кейбіреуінің мысалы ата-аналарына қарайды, жалғыз ұлдары, бірақ өнерде жүреді да. Кей кездерде мысалы сабаққа келмей қалады. Бірақ берген тапсырманы орындап келеді олар. Ана күнде келіп кейде отырып, әрең меңгеретін баладан оның арасында келіп жүріп те сол берген тапсырмаңды артығынан орындап, артығыменен алдыңа келіп жарқылдап отырғанда қателігін кешіресіз. Аға, енді ұстаз ретінде осы шәкірттеріңізге өзіңізді қаншалық үлгі бола алып жатырмын деп ойлайсыз? Қалай баға бересіз? Мен баға бере алмаймын, ол өздеріне сұрау керек. Мен анандаймын, мен мынандаймын деп айта алмаймын. Мен шамам неге жетеді, өрем неге жетеді, қаншалықты деңгейде өзім алған тәжірибелерімді артығыменен соларға бергім келеді. Бірақ оны алатын бала бар, алмайтын бала бар, қадірлейтін бала бар. Кейде қадірдің адам өзі кейде бақтың келгенін емес қайтқанын сезеді дейді. Кетіп қалып, қайта айланып келіп жатқан балаларым бар. Шәкірттеріңіздің арасында халық білетіндерінен қайсы бірімен мақтанып көп қой енді. Өзгеріс Шерікбай деген балам бар, Моңғолиядан алып келген. Қазір үлкен сахнада жүр. Белгілі, қай жерге барса да. Соны кейін Алатау театрында дәстүрлі Диас Мұратқан дейді менің балам бар. О да менің оқушыларым бәрі. Қарағандыда, әр облыстарда менің балаларым бар. Барлығы филармонияның белді әншілері. Анау Қостанайға дейін Талғат Молдағалиев дейтін балам. Сахнадан бөлек, о да педагог қазір. Маған алдыма қазір шәкірттерім, немере шәкірттерім келіп жатыр. Менің шәкірттерімнің шәкірттері келіп жатыр оқуға. Осыған орай өзіңізге сұрақ қояйыншы, дәстүрлі әнге жалпы қазақ өнеріне қосқан өз үлесіңізді қалай бағалайсыз ендеше? Өз үлес дейтін нәрсе, мысалы менің бір-ақ әнімді айтуыма болады, мысалы, жай ғана. Мысалы, Дариға Дәурен деген ән. Үлес қой. Бұғанға дейін ешкім айтқан жоқ. Бұғанға дейін ешкім бұл әнді естіген жоқ. Мен өзі жалпы Рамазан деген атпен шыққалы, қазақ өнеріне үлкен дүбірлі күш қосқан әндердің бір Дариға Дәурен, дүбірлі күш қосқан әндердің бір Арман, Сәуле ғұмыр. Бұларды мысалы менің кейін орындалып жатыр. Сондықтан менің репертуарымдағы алуан түрлі репертуардың көпшілігі мысалы мағанға дейінгі әншілердің көпшілігі орындаған, біз соны қайталап орындап жүрміз ғой. Соны мысалы бір әннің өзін 6 орындаушы болса, сол 6-ауынан алып керек дүниелерімізді екшеп ұлдарға, қыздарға репертуарларына беріп жүрміз да, орындалған, яғни бізге дейін. Ал менің үлесім осы кетіп бара жатқан дәстүрлі көшке жаңалықпенен осындай әндер қосуымда. Дариға Дәурен әні өзіңіз айтпақшы есіміңізбен қатар айтылатын үнемі бірге жүреді. Бұл ән шыққанда ширек ғасыр өтсе де, халық әлі күнге дейін ұйып тыңдайды. 26 жыл болды. Иә, ұрпақтан ұрпаққа жетіп жатыр. Осы әннің шығу тарихы жайында айтып беріңізші, алғаш шыққан кездері тіпті байқаудан жүлде де ала алмай қойған деген әңгіме бар екен. Аққуға зәуірейді қалықтаған, қайтейін қанатым жоқ қалып барам, жүрегіме құс боп ұшып кетай бірге, жылатып жалғыз қалай алып қаламын. Дариға Дәурен, гәги
гикко гигигай дариға шіркін дәуде бұл енді жаңа ғасырға жаңа ең алғашқы ғасыр ауысты ғой 2000 жылдар. Сонда біздің Алматыда, республикамызда Заманбек Қалабайұлы Нұрқаділов ағамыз жаңа ғасырға жаңа ән дейтін байқау ұйымдастырды. Бұл жерде жаңа күйлерден де болды, әндерден де болды. Ол комиссияның басында 12-16 адам отырды. Рахматиев ағаларымыздан бастап Кеңес Дүйсекеевтер, мықты Исраил Сапарбаев, Қажыбек Бекбосынов, бір майталмандар комиссияда отырды. Сонда мысалы дәстүрлі ән номинациясында біз бір 200-ге таман ән тапсырылды. Бірақ ол жерде аты жөні автордың айтылмайды, тек қандай цифрмен беріледі, сол бойынша баға беріледі. Жасырын деген нәрсе болды да бұл енді. Бірақ сол 200 әннің ішінде Дариға Дәурен дипломат та бола алмады ғой, құлап қалды. Мен орындап шықтым оны 2000 жылдары. Сол уақытта мысалы гран-приді алған әндер болды, бірінші орынды, екінші орынды иеленген әндер болды. Бірақ солардың бәрі жоқ қазір. Сол халықтың жүрегінде қалған, халықтың жүрегінде сүзгіден сүзіп алып тыңдайтын ән 26 жыл ғұмыр кешіп келеді. Дариға Дәурен. Қызық, иә? Қалай әннің ғұмыры олай, неге олай болды, одан кейін неге ол кезде ол жаңағы дипломат та болмай қалғаны, одан кейін жолы мынадай болғаны. Ана әндердің жоқ болып кеткені. Жоқ, ол әндердің қандай сыры бар деп ойлайсыз бұл жерде? Енді мысалы басқа байқауларда адамдардың аты жөні айтылады, мысалы, болмаса кейбір әндердің сөзі нашар болады. Кейбір әннің әуені татымды, әуені адамның санасын жетектегенмен, біреу оңға қараса, сөз солға қарап тұрады жаңағы. Ол енді бір тыңдағанға дұрыс, екі тыңдағанға дұрыс. Енді халық ақымақ емес қой. Оларға рухани дүние керек кездерде өзіне керек әндерді, керек сөздерді, керек әуенді, керек әншісін таңдап. Ал сіздер осы көптеген дәстүрлі әндерді эстрадаға бейімдедіңіздер. Бұл бір жаңалық деуге болады, иә, қазір айтсақ. Әлі де сондай бір идея жоқ па? Одан кейін жалпы жаңағы дәстүрлі әнді әкеліп эстрадаға бейімдеу, көпке тарату кімнің идеясы? Мен енді соны жасата қояйын деп ойлағам жоқ. Мысалы, бұғанға дейін мен қаншама Қазақконцерт бірлестігінде 16 жылдай қызмет жасадым. Әр гастролімізде 30 күннен, 50 күннен, 60 күннен, 90 күннен мысалы облыстарды аралаған күндерім болды. Сол аралап жүріп, мен біраз әндерді алып кеп, арасында Қазақ радиосына жазып отырдым. Мысалы, қырғыз қызы Алтынай дейтін ән бар, Алтынай деп берілген негізі. Сол Алтынайды ең алғашқы, мен сол 90 жылдар екен, авторы Құралай Сәтмұхамбетованың кешінде мен өлең айтып, осы шығарып, нотасынан шығарып алып, халыққа алғашқы концертімді орындап, кейін радиоға жазып кеттім. Кейіннен осы ән, мысалы, Ұлықпанның бағын ашты. Ұлықпан эстрадаға салды, әдемілеп халық. Қазір Алтынай десе Ұлықпан дейді, Ұлықпан десе Алтынай дейді, мысалы. Сыған серенадасында мен Шәмші Қалдаяқов ағамыздың көзі тірі кезінде 2 домбырамен Сыған серенадасын айтқан қазақтың бір менімен. Менен кейін Тоқтаралда да, оның да бағы жанды. Сол сияқты мен тауып алып келген әндердің барлығын, мен мысалы уақытым болмақ, домбырамен орындап кетем, оның жемісін мысалы бауырларым эстрада жанрынан көрді. Жемісін басқалар көріп жатыр ау дейміз. Маған дой келді, ал ең алғашқы Арман деген ән шыққан. Аққудың көз жасындай көлге тамған, жанымды тербетесің шерге толған деп Несағаның сөзі Несіпбек айтыпты. Содан мұны мен де сол әдетімше жазып, радиоға өткізіп кетейін десем, досым Бағлан Омаров айтты: Рамазан, сен мына әннен де айырыласың дейді маған.
мен бұған үстінен наложение жасап көрейін деп, наложениенің үстінен жасаған Бағлан Омаров. Идея содан туған. А бірақ мен оны қабылдай алмадым. Содан авторды шақырдым, сөздің несағанды шақырдым. Ол кезде марқұм ғалым Доскен ағамызды шақырдық, Қазақстан ұлттық каналын басқарып отырған кез арнасын. Сондай комиссиямен келіп Тұрсынжан ағаларымызды тыңдап көріп, олар ұнады. Мен қарсы болдым. Соны маған айтты, біз алдымен радиоға беріп көрейікші. Егер ұнамаса ала саламыз. Содан біздің мына санамызда мынандай қалып қойған, бізді ұстаздарымыз, біз дәстүрлі орындаушымыз, біз анау ғасырдан келетқан ұлттық осындай әндеріміздің негізгі орындаушылардың қатарында тұрып ән айтқаннан кейін сол ұлттық құндылықтарымызды жоғалтпауымыз керек, домбырамен ән салу керек деген нәрсені осы миымызда тұрды да, соны анаған қарсы болып тұрғаным сол ма деп ойлаймын. Кейін радиодан берген күннен бастап менің екінші өмірім басталып кетті. Маған қаншама кезде мына телефондардың аз уақыт ғой, 2000 жылдар болды. Қаншама хаттар келді, қаншама өзгерістер болды, қаншама сахнаға шақырылдым, артынша Дариға Дәурен шықты. Оның артынан Ай сәулем, сәуле ғұмырлар, мысалы. Сәуле ғұмырды мен мысалы Алматыдағы үлкен театрда орындағам, Москвадағы. Ол әншілердің кәдімгі арманы ғой. Сол жерде мен Қазақстанның атына декада, 10 күндік декада болған кезде Москваға барып үлкен театрда мен айтқан. Осы әндерді бағыт-бағытыменен шығарып отырдық. Анандай қат, анандай кездесулер болды, анандай авторларды шақырды, үшеумізді шақырды, ой толғаныстар болды. Біздің творчестволық жұмыстарымыз кесек-кесек кәдімгі осы Қазақстанның әрбір қалаларында, әрбір орталықтарында жүріп кетті. Содан мен мына бағытқа қарай көштім. Яғни, ойланам, кезіндегі біздің Жүсіпбек Елебеков, Ғарифолла Құрманғалиев, Манарбек Ержановтардың өмірін қарап отырсаңыз, ол кездерде де ауылдан келген адамдар, ауылдың табиғаты бар, қолында домбырасымен келген жүсекеңдерді, мысалы, ең алғашқы театрлар құрылған уақытқа бұларды кәдімгі домбырасын сүйіп қойып, бәрі актер болып ойнады. Манарбектер мысалы Ғарекеңдер Шегенің ариясын айтты, оркестрмен қосылып. Сол вақыттарда біздің үлкен аталарымыз. Неге мен мысалы домбырамен айтқан адам эстрадамен болмаса хормен, эстрада симфонийскиймен, академический оркестрмен айтуға болмайды деген нәрсені біреу жазған жоқ қой. Сондықтан алдында мен кеттім жан-жаққа қарай. Осылай бағыт-бағытымен. Енді қарап отырсам, мысалы, кімге дәстүрлі ән керек, шақыртады, барам. Эстрада жанрындағы жазған әндерім кімге керек, шақырады, барам. Облыстардағы филармонияның концерт бірлестіктегі үлкен оркестрлермен қазір аралап концерт беремін. Хорменен, мысалы, былтыр Байқадам батындағы хорменен Ақан серінің әндеріне байланысты қаншама әндер айттық бізде. Бұл яғни адам бір жерде толып қалмау керек. Қазір заманымыз алға қарай кетіп бара жатқанда жан-жақты біздің өнерпазымыз даму керек. Бірақ даму керек екен деп, біздің мысалы халық әніменен халық композиторлардың әндеріне қол салу деген әңгіме емес бұл. Бұл кейде ол әннің табиғаты кейбіреу жатады, кейбіреу жатпайды оған. Бағынбайды өйткені, оның ішіндегі размерлер өзгеріп отырады. Сондықтан менің жаңағы басқа жанрдан үлесімді алып атқан себептерім осы. Мүмкін болса, уақытты кері қайтаруға болса, дүниеден өтіп кеткен бір азаматпен кездесуге болар еді десе, кіммен кездесер едіңіз? Кері қайтып кеп дейсіз ба? Уақытты кері қайтару мүмкін болса, қазір дүниеден өткен бір тұлғамен кездесуге мүмкін болар еді десе, кіммен кездесесіз? Мен де әкеме барам ғой. Әкем ғой мені тәрбиелеген. Жағдайым жасады әкем. Балалығымды кешірді, жолға салды, әкелік ақылын айтты. Керемет ұстаздар қалып барды мені. Осы жолға салған сол алдымен Құдай десек, оның кейінгі сол әкем мен анам ғой. Айтып үлгермеген бір нәрсеңіз бар ма? Соны айтар ма едіңіз, әлде жай ғана көбірек уақыт өткізу үшін бе? Жоқ, енді. Әкенің қаншама ақылдары болды, қаншама әкеме берген уәделерім болған. Ол уәделерді әкем жоқты орындады. Мүмкін соны айтар ма едім? Мақтанбасам да әке есіңізде ма деп. Жақсы, Рамазан аға, жас болдыңыз, жігіт болдыңыз, кезінде қыз балыққа салынып, ойбу, мынаны ренжітіп қойыппын деп қазір өкінетін кездеріңіз бар ма? Мүмкін болса, кімнен кешірім сұрар едіңіз? Жоқ, мен
ешкімге өкпелеген адамым көп, бірақ мен кешірген бәрін. Ол сіз кешірген адамдар, сіз біреуді ренжіткен кешірім сұрағыңыз келетін адамдар ма? Жоқ, олардың шамам келгенше кешірім сұрағандар болды, көп емес бірақ. Ал енді мені ренжіткен, менің жолыма бөгет болған, айбат айтқан сыртымнан, дастарханмен дәм татып отырып сатып кеткен адамдар болды. Оның бәрін жарияламаймын ғой мен. Бір Құдайға аманаттап кешірдім дедім Құдайдың алдында. Не істеймін оны кешірмегенде? Байлап ұстап отырамын. Адамның мына кеудесі өзі кішкентай ғана ғой. Оған кілең топырақ, шөп-шалаңды жинай берем ба? Оның орнына ән жинау керек қой, әңгіме жинау керек. Көп ішіп алайыншы. Ішіп алыңыз, жақсы. Сен әкемді айтып, көңілім босатып жібердің. Әкемді айттым ғой. Әкеңізден қашан айырылып едіңіз? Көп өтті ме? 2007-те. 5 жылға таяпты. Иманды болсын. Үлкен ағам кетіп қалды, артынша інім кетті, ағам бауыр ортаңғы баласы кетті, оның жеңгем кетті, тым тырақай бірінен кейін бір ауыр күндер болған. Иманды болсын, иә. Сіз мыңдаған келіннің бетін аштыңыз ғой. Қазір неше келіннің бетін аштыңыз десем, сан жетпес. Бүйтіп сұрайыншы, Рамазан ағаға келінінің бетін аштырғысы келетін адамның қалтасында қанша ақша болуы керек? Мен бәленбай түгенбай демеймін. Мен мысалы қазірде бар, мен енді немере келіндердің бетін аштым осы. 4-5 жыл оқып қалды. Баяғы мен бетін ашып берген келіндеріміз үлкейіп, келін алып, солардың келіннің бетін. Мен ең алғашқы бет ашарым 1984 жылы ашқам. Содан осы күнге дейін айтып келемін. Бірақ мен санын санаған емеспін. Жақсы, санын санамаймыз. Ал енді табыс көзі дейтіндей, мысалы, мен бәленбайдың мойнына бәленбай деп іліп, болмаса осынша ақша бермесең, келіңнің бетін ашпайым деп тырысып отқан жоқ. Мысалы, қазақтың дәстүрінде көрімдігіне ол үйдің егесі емес, жан-жақтан сәлем салған ағайын туысқандар ортаға табаққа не салады, мен соны аламын. Енді қазіргі кезде, мысалы, сол табаққа таласып жүр. Енді қазір мен табаққа таласса бет ашпаймын. Той иесі. Иесі. Сіз тек табақтағын аласыз, алдын ала келісіп аласыз ба, сонда табақ менікі деп? Табақ сіздікі. Табақ менікі ғой. Атам, анау ата заман ар жақтан келатқан дәстүрде беташар дейтін нәрсе қалыптасқалы бері, беташардың адамды ол өзі барып бетін ашпайды ғой, оны арнайы шақырады, өтініш жасайды. Оның үлкендігін сыйлайды, оның өнерпаздығын сыйлайды, азаматтығын сыйлайды. Керек десең, соның жолын берсе екен деп Құдайдан тілейді. Қазақ барып аштырады. Шақырып алып, халықтың берген көрімдігін тартып алу деген өз санаға сыя ма, сыймай ма? Табақтан басқа алмайсыз. Табақтан басқа жоқ. Егер ән салып бер десе, ары қаратай, онда айтам, шамаңыз келгенше осынша төлеңіз деп. Дегенмен бір прайсыңыз бар шығар, тойға шыққанда осынша дейтін. Тойға ән айтуға ма? Ән айту, сіз енді айтып отырсыз ғой, беташарға алмаймын деп. Жоқ, сен беташарды айтып отырсың ғой, әнді бөлек әңгіме ғой ол. Жақсы, беташарға бірақ алмаймын дедіңіз аға, иә? Мен табағын аламын. Иә, тойға? Тойға бөлек ставкаларымыз. Мен мысалы үлкен кісілерге келген адамға айтамын, жағдай қалайды. Соны қайда той жасалып жатыр? Білеміз ғой, қай жерде қандай публика, қандай адамдардың той жасайтын. Соған байланысты айтам, мысалы, мен бәленбай алам, шамаңыз келсе қараңыз. Болмаса айтам, міне осылай, одан төмен түсірмеңіз. Мен соншалық анау басқалардың алып жүрген бәленбай продюсерлер отырып алып, договорға отырып, келісім шартқа сол ақшаны маған берсең барам, бермесең бармайым дейтін, ондай мен продюсерім ештеңем жоқ. Маған тікелей шығады, тікелей сөйлеседі, тікелей отырамыз осылай. Әңгіме дүкен құрамыз. Кейбір мысалы ұстаздарымыз, үлкен кісілер шығады. Бірақ кейде сол кісілер ойламаған нәрсеңді жасайды. Көп деген кейде костюм шалбарыңды да кигізеді, атта мінгізіп жібереді. Кейде ойламаған ақша береді. Ойламаған жерден келеді дейсіз ғой, енді ол нәсіп дейді қазақ. Мына маңлайыңа нем нәсіп жазылады, соны аласың. 84 жылдан бері бет ашып жүрмін деп жатсыз ғой. Онда мынандай қызық дерек сұрайын. Қай тойда ең көп ақша түсті беташардан, және ол сома қандай болды? Енді
бәленбай сома деп айта алмаймын. Ат мінгенде болған, машина көлікті мінгізген кездер болған, жейде киген кезімде болған. Кейде сол табақты көңілім түскенде сыйлап та жіберген кезім болған. Той иесіне. Иә. Сондай жомарт адамсыз ба? Жоқ, жомарт болғанда болады, кейде болады. Мысалы, біз енді аспаннан салбырап түскеніміз жоқ. Кезінде бізге де қол ұшын берген ағаларым бар. Тығырыққа тіреліп, маңдайың тасқа ұрылып, не істеріңді білмей тұрғанда үлкендігін көрсеткен ағалар бар. Осы күнге дейін араласып жүрген достарым бар, мысалы. Олардың достары бар. Пенде болғаннан кейін біз енді біреудің тойында боламыз, біреудің үлкен жақсылығына араласамыз. Кейде саған сол ойламаған жерде бағанағыдай өзінің азаматтығын көрсетіп жатқан жігіттер тойға шақырғанда, жоқ, мен мынаны бермеймін деп қашпайсың ғой. Жастар бақытты болсын деймін мен кей кездікті. Ала ғой. Немене содан бір жыртығымыз болмаса бір және бітеп көсегеміз көгеріп кетпейді ғой. Дегенмен солардың кейде бір ой айналайын деген сөзін кейде бір жақсылықпен кеп жатады. Жақсы аға, рахмет, жауаптарыңызға рахмет, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге рахмет. Құрметті көрермен, осымен сұхбатымыз тәмам. Қонағымыздың айтқан пікірімен келісесіз бе? Сіз де ойыңызды қосып, комментарийге пікір жазып отырыңыздар. Қош, сау болыңыздар. Естеріңізге сала кетейін, экрандағы Каспи QR арқылы немесе видеоның мазмұнындағы Каспи Patreon сілтемелері арқылы редакциямызға қолдау көрсетсеңіз болады. Оны істегендерге алғысымыз шексіз, бұл маңызды.